Қазақ ұлттық университеті өзінің негізін 1934 жылы 15 қаңтарда қалаған. Қазақстандық білім беру жүйесінің бетке ұстар көркі, университеттік дәстүрлердің, кәсіби білікті, ғылыми және педагогикалық мектептердің бастау көзі болды. Жоғарғы оқу орнында соғыс қарсаңы және соғыстан соңғы жылдары 23 кафедра болған. Жаратылыстану бағытындағы биология, физика, математика, химия және гуманитарлық бағыттағы филология мен журналистика факультеті жұмыс істеді. Университет 1942 жылы физика, химия, математика, биология, журналистика, сондай-ақ филология мамандықтары бойынша 257 маман даярлап шығарды. Бүгінде қазу түлектерінің көбі ұлт қамын ойлайтын тұлғаға айналды. Фараби университеті қазақтың талай азаматтары сияқты мен үшін де қасиетті қара шаңырақ. Кезінде оқып осынан білім алу бақытына ие болдық. Міне сол әр уақытта қайда жүрсек те сәті келгенде бір жыл сайын болмағанмен бірнеше жылда университетке келіп, осында университеттің жаңа тұрмысын көріп, ескіні еске түсіріп, реті келіп жатқанда жастармен кездесіп, жаңа профессурамен оқытушылармен кездесіп, пікір алысып, сөйтіп жүретін жақсы дәстүріміз бар. Қазіргі кезде университет 81 мамандық бойынша кадрлар даярлайтын жоғарғы оқу орны және ғылыми зерттеу орталығына айналды. Университетте 2000-нан астам жоғары білікті оқытушы жұмыс істейді. Соның ішінде 1000-нан астам ғылым докторы мен кандидаты, 100 академик пен 50 философия докторы бар. Университеттің 14 факультетінде беделді ғылыми мектептер шоғырланған. 18 мыңнан астам студенттері бар. Қазуға жыл сайын еліміздің түкпір-түкпірінен мыңдаған жас түлек оқуға қабылданады. Мен Қараман Аида, осы жылы еліміздің ең үздік университеті Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне оқуға география және табиғатты пайдалану факультетінің туризм мамандығы бойынша оқуға түстім, және де ол мен үшін үлкен жетістік болып табылады. Өмірбек Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы қазу қалашығының інжу маржаны. Онда Қазақ ұлттық аспаптар оркестрі, көркемөнер үйірмелері, біз студенттер театры жұмыс істейді. Әл-Фараби кітапханасы Орта Азиядағы ең үлкен кітапхана. Залдағы адам орындарының саны 1192 адам. Кітапхана жыл сайын 900 мыңнан аса келушілерді тіркейді. 2 миллион данадан астам кітаптар, журналдар мен газеттер беріледі. Керемет студенттерге қызмет көрсету орталығы, 14 оқу ғимараты мен 16 студенттік жатақхана, спорт және мәдениет нысандары қазу қалашығының көркін ашып, студенттердің сапалы білім алуына өз септіктерін тигізуде.